bir dәрі шөпті іздеп шыққанбыз арнайы. Жидағашын көріп, осында келіп жидағашы гүл ашып бастаған екен, міне жидағаштар. Содан жаңағы іздеген дәрі шөбімізді тауып алдық, мінекей. Міне осы мынау жағалай тұрғанның барлығы міне осы дәрі шөп. Гүл ашып әдемі болып тұр екен. Бұл шөп енді негізі жол желкен деп аталады. Бұл жол желкен шөбі мынандай өзінің нелері бар, жапырақтармен, сосын осылай гүл ашады. Міне мынау енді кейін пысып жетіледі. Әзірде оны ала беруге болады негізі. Бұл дәрі шөпті мен енді 10-15 жылдан бері қолданам. Негізі чай ретінде іше берем. Бұның енді өзім жаңағы осы дәрі шөптің пайдасы жайлы толық ақпараттарды білем. Сол үшін қолданам. Бұл енді ең жақсысы мынау бүйрекке жақсы, бүйректің қызметін жақсартады, зәр шығаруға көмектеседі. Сондай өзі шөлді де қандырады, чай орнына да жүре береді. Былай қарасаңыз, бұны жұлып алғаннан кейін осы жапырақ жуып шайып, топырақ шаң тозаңы болса кетіріп, содан кейін салқын жерде кептіріп алсаңыз да болады. Бұлай өзін чайға 10-15 минут қайнатып, суытып қойып, сүзіп, содан арғай чай орнына іше берсеңіз болады. Мынау зәр шығару жолдары бәрінің тазалығына жақсы. Сонымен бірге жаңағы қуықтың зәр шығару кезінде кішкене қиналыстар болса, созылмалы дегендей, соларға осы жол желкен шөбін мен қолданам. Өте жақсы. Әдеттегі уақытта да ішіп жүрсеңіздер болады. Қазір енді бисмилла деп осы жуып алуға болады. Міне мындай көп өзінде тамыр аз, тазалап жуып шайып, қазірмадан біразын жұлып аламын, кептіріп қойып, кейін қыста қардың астында қалып кетеді. Сол себепті ертерек жұлып кептіріп алған дұрыс болады. Кеңес пайдалы болса, лайк басып, қолдау білдіріп, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Әрқашан ауырмаңыздар.